Сәлеметсіздер ме, құрметті аға әпкелер мен іні қарындастар. Менің есімім Анатолий Измиров. Алматы қаласындағы Христос Рождествосы құрметіне Құтқарушы Христос соборының діни қызметкерімін. Жақында мынадай жағдай болды. Бұл туралы ғибадатханалардың бірінен естідім. Причастие кезінде қасиетті сый алдындағы литургия кезінде бір шіркеу қызметкері қасиетті тағамға мәсіхтің тәні мен қанына шашалып қалған, өйткені нанның өзімі үлкен болған екен. Ол кісінің бұл рәсім жайлы ойы мынадай болған. Әлдебір әжелер осы жайлы талқылап, оған былай деп кеңес беріпті. Причастие кезінде аузыңа салынған өзімді шайнауға тыйым салынған, яғни шайнауға болмайды. Бірден жұту керек. Ол Иса Мәсіхтің тәні емес пе, оны қалайша шайнайсың депті. Сөйтіп көп жыл бойы причастиеге қатысып жүрген оған рәсімдерде әдетте кішкентай үзім бұйыратын. Ал бұл жолы шамасы шіркеуде адам аз болғанға ұқсайды. Нанның үлкен үзімі түсіпті. Діни қызметкер де осылайша Мәсіхтің тәні мен қанының үлкен үзімін ұсынған екен. Сөйтіп ана кісі аузындағысын жұта бастайды. Әрине мұндай кесекті бірден жұта алмайды ғой. Тамағында қалып қояды. Жөтеліп шашалып жанындағылар жәрдем беріп, арқасынан қағып, ақыры тамағындағыны жұтады. Айта кету керек, осы жолда шайнамай жейді. Алайда енді бұлай істемейді. Қасиетті тағамды бұлай жеуге болмайды. Мен діни қызметкер ретінде соны білмейтіндерге айтқым келеді. Қасиетті тағам нан мен шарап түріндегі Мәсіхтің тәні мен қаны. Оны ақ ниетпен қабыл алып, шайнап, жұтып, артынан ұсынылған сусынды ішу керек. Мысалы, қасиетті жерлердегі Грекиядағы, Афондағы ғибадатханаларда біздегідей сусын берілмейді. Ол жақта әркім өз қамын өз ойлайды. Өзімен сусын алып жүреді. Айтайын дегенім, мынаны түсінген жөн. Причастиеден кейін сөйлемей, алаңдамай, мұқият әрі сергек болу керек. Нан үзімін шайнамаудан гөрі осы маңыздырақ. Ал ондай ырымдардың соңы жаман салдарға келуі мүмкін. Не разжевывать частичку. Вот такое суеверие, конечно, может привести к плохим последствиям.